Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен осындай қытырлап тұратын, қамыры сондай қатпарлы әрі өте дәмді болып шығатын самсаны жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де қамырларыңыз осындай қытырлақ болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен суымызға сүтті қосып, және оған 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Бұл қамырды тек сумен елесеңіздер де болады, алайда мен сүт қостым. Егер сүт қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз резина секілді болмай, жұмсақ әрі қытырлақ болып шығады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың ортасын осылай шұңғыл етіп кесіп, жаңағы сүт пен суымызды осылай түгел құйып жіберсеңіздер болады. Бұл жерде сіздер міндетті түрде барлығын таразыға салып өлшеп алатын болсаңыздар, сіздерде де дәл осындай жұмсақ, эластичный қамыр пайда болады. Қамырымыз бір-біріне біріккен соң, бізде өте жұмсақ емес, өте қатты емес, осындай орташа қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымызды салафан қалташасына салып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен соң осылай мінекей қамырымызды алып, жақсылап тағы бір қайтара елеп жібересіздер. Сонда біздің қамырымыз әбден ие қанып, осындай бізде жылтырақ жұмсақ қамыр пайда болады. Бұл қамырды тағы да салафан қалташасына салып, тағы да 20 минут иін қандырып демалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз одан сайын жұмсарып, иілгіш болып келеді. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы уақытта біз майымызды ерітеміз. Және дайын болған қамырымызды 2 бірдей бөлікке бөлеміз. Және екінші қамырымызды салафан қалташасына салып, бірінші қамырымызды аздаған ұн себе отыра дөңгелетіп елеп бастаймыз. Әбден ие қанған қамырымыз сондай бір оңай жайылады, көп уақытты алмайды. Бізде қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қамыр шығуы тиіс. Және дайын болған қамырымызға бірден еріген сары майымызды жағып, екінші қамырымызды да дәл солай ысып аламыз. Екінші қамырымызды жаңағы май жағып болған бірінші қамырымыздың үстіне осылай жайып шығып, оған да сары майымызды жағып шығамыз. Маған қолмен жаққан оңай әрі тез болғандықтан қолмен жақтым. Сіздер щеткамен жақсаңыздар болады. Және осылай қамырымызды рулет күйіне ораймыз. Енді қамырымызды осылай тең екіге бөліп, осындай шағын бөлшектерге бөлеміз. Сіздердің самсаларыңыздың көлеміне байланысты бөлсеңіздер болады. Мен 1 жарты бөлігін осындай шағын бөліктерге бөлдім. Бұдан мен кішірек самсалар жасаймын. Және тағы да үлкен самса жасау үшін екінші бөлігін үлкендеу, жуанырақ қылып кестім. Енді кескен қамырларымызды дәл видеодағыдай осылай бір-бір басып шығып, табамыздың үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, соған орналастырып шығамыз. Енді қамырларымыздың беті кеуіп қалмас үшін осындай салафан қалташасына салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе мұздатқышқа 1 сағатқа жібереміз. Оған дейін біз самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Мен алдын ала барлығын осылай 4 бұрыш етіп кесіп алдым. Қамыры майлы болғандықтан мен осындай майсыз қара кесек етті пайдаландым. Сондай-ақ мен 2 шағын картоп қосамын осылай. Және сочный болу үшін жуаны көбірек қоссаңыздар болады. Мен 1 жуамен жанына капустаны қостым. Және қалауларыңызша дәміне қарай чеснок қосасыздар. Жалпы салмасын өз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Мысалға картопты асқабақпен алмастырып дегендей. Енді осының барлығын бір-біріне қосып, дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен мінекей біздің салмамыз дайын. Менің қамырым мұздатқышта 1 сағат бойына тұрды. Енді аздаған ұн сеуіп, қамырымызды елейміз. Қамырымыз қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа болуы тиіс. Уақытты көп алмас үшін мен барлық самсаларды дөңгелек етіп ысып, салмаларын салып, 3 бұрыш етіп түйіп шықтым. Келесіден мен сіздерге міндетті түрде самсаның түйілу жолымен бөлісетін боламын. Дайын болған самсаларымызға жұмыртқаның сарысына сәл
аздаған сүт қосып барлығына жағып шығып, пешіңіздің ыңғайыңызға қарай 220 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сондай-ақ үстіне өз қалауларыңыз бойынша қара мак немесе кунжут, қара кунжут сепсеңіздер де болады. Осымен біздің қытырлақ әрі өте дәмді самсамыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецепттен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.